بسم الله. Так. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. biz İmam Tahavi'nin وإن القرآن كلام الله تعالى وإن القرآن كلام الله деген сөзіне келіп тоқтадық. Содан ары қарай жалғастырамыз. Расында Құран, бұл жерде харф атф. Яғни біз мына жақта жаңағы Аллах Тағаланың жалғыз екендігіне иман келтіреміз. Осының үстіне пайғамбардың соңғы екендігіне иман келтіреміз деп келді, және Құранның Алланың кәләмі екендігіне иман келтіреміз. Енді кәләм дегеніміз не ол? Осыны кішкене ашықтайық. Кәләм деген бұл сөз. Енді адам түсінікті болу үшін адамға қатысты бір мысалдар адамды берейік. Жалпы сөз немесе сөйлеу екі түрлі болады. Бірі ішкі сөз, екіншісі сол ішкі сөзді ішіңде сөйлеуіңді, ішкі сөзді сыртқа сен тіл арқылы шығарасың, яғни сөйлеп шығарасың, не жазу арқылы тақтаға жазып, не WhatsApp-тан жазып жіберу арқылы шығарасың, немесе ишарат арқылы шығарасың. Демек, сөйлеудің кәләм екі түрі бар. Мысалы, ана атакаллам, мен сөйлейм, фи нафси, іштей сөйлейм, ва атакаллам биллафз. Сосын екінші сөйлеудің түрі бар, ол әріптермен және дауыс шығарып сөйлейм. Енді біз адамға қатысты мысалымызды жалғастырып жатырмыз. Ішкі сөз деген нәрсе бар. Мысалы қараңыз. Сосын тағы жарайды, осы ішкі сөзді түсіндірейік. Ішкі сөз, қараңыз. Мен сізге бір енді тапсырма берем делік. Сіз аяттар жаттағансыз, хадистер білесіз. Мен сізге айтам, 5 минут берем сізге. 5 минуттың ішінде уағыз дайындаңыз дейм. Уағыз не жайында? 5 минуттық уағыз дайындаңыз. Шыншылдық жайында уағыз дайындаңыз дейм. Сөйтіп, қолыңызға ештеңке бермеймін. Ештеңке емес, ештеңемен дайындамайсыз, тек іштей дайындаласыз дейм. Сол кезде сіз не істейсіз? Өзіңіздегі барлық осы уақытқа жинаған іліміңіз, информацияңыз бар ғой. Сол информацияларыңызды іштей енді сөйлеп құрастырасыз. Так, осындай сөздің басында даусымды жай бастаймын. Сосын кейін шыншылдық аятын келген кезде даусымды осы жерде жаңағы даусымды көтеріп тұрып айтамын. Куну ма'ас-садиқин, жаңағы аят бар еді ғой, шыншылдармен бірге болыңдар деп, осыны іштей, осы жерге келген кезде даусымды көтеріп, кәдімгідей мен іштей сөйлеп жатырмын. Бұл көрдіңіз бе? Іштегі бұл сөйлеп жату, бұны сөйлеу деп атаймыз кәдімгі. Сөйлеу, бұл да сөз, ішкі сөз бұл. Бұны ойлау немесе бұны қиялдау деп шатастырмау керек. Қиялдау, ойлау ол басқа. Қиялдау дегеніміз ол бұрын көрген суреттеріңді құрастырып отырып жаңа бір нәрсені ойлау. Қиялдау, осыны ойлау. Бұл ішкі сөзден басқа бұл. Түсінікті ме? Бұл шатастырмау керек. Енді бұл сәл қиын, ойлануды қажет ететін нәрсе. Бірақ ойланып, ой жүгіртіп, әбден қайталап не қылсаңыздар түсінікті болады иншалла. Және мынау әл-кәләмун нәфси, ішкі сөз деп жатырмыз ғой. Әл-кәләмун нәфси. Сол сіздің жаңағы кәләмун нәфси ішкі сөзіңізді сіз не қылдың? Іштей дайындадыңыз кәдімгідей. Сосын кейін сол ішкі сөзіңізді, кәләмун нәфсиіңізді сыртқа кәләмун лафзи, лебіз арқылы, сөз арқылы, дыбыс, әріптер арқылы соны 5 минуттың ішінде айтып бердіңіз.
түсінікті ма? Демек ішкі сөз деген нәрсе бар екен. Сол ішкі сөзге, сол ішкі сөзіңізді сіз енді жаңағы сөзбен емес жазып берсеңіз де болады. Сол жаңағы уағызыңыз ше. Сол ішкі сөзіңізді жазбаша түрде жеткізесіз, немесе жаңағыдай записке жазып, телефонға, диктофонға жазып, дауыс күйінде жеткізесіз. Так, демек біз дәлелдедік, что сөз деген тек қана мен мына аузымнан шығып жатқан әріп дауыстар ғана емес, бәлкім менің ішімде де сөйлеуге болатындығын, ішімдегі де сөйлеуді сөз деп атайтындығын біз дәлелдедік. Оған енді Құран аяттарында дәлел бар, оны енді кейінгі деңгейге, екінші деңгейдегі кітаптардан оқи бересіздер. Және хадистерде де бар. Жалпы араб жаңағы Әл-Ахтал деген бір ақын кісі болады. Сол кісінің айтқан сөзі бар. Жалпы негізгі сөз дейді. Яғни сөз негізі ол іште болады дейді да. Іште болады. Сол кейін сол іштегі сөзіңізге сіз тіліңіз арқылы, енді көп жағдайда тіл арқылы жеткіземіз ғой. Тіл сол іштегі сөзге бір сол бір іштегі сөздің бір көрінісі деген мағынада сөзі бар ол кісінің да. Демек осы нәрсені біз әл-кәламун нәфси деген нәрсе бар екендігін, бұл адамда бар екендігін, адамда да бұл нәрсенің бар екендігін дәлелдедік. Бірақ осы ішкі сөзді біз иліммен шатастырмауымыз керек. Әл-кәламун нәфси ләйсә хуәл илм. Кәлам, жаңағы ішкі сөз деген бұл іліміңіз емес, сіздің информацияңыз емес. Бұған бір мысал келтірейік. Жаңағы ішкі сөзіңіз сіздің іліміңіз емес екендігіне. Мысалы, сіз далаға қарадыңыз, жаңбыр жауып тұр. Бұл міне жаңбыр жауып тұрғанын білуіңіз, көзімен көрдіңіз, уже сізде білім бар. Жаңбыр жауып тұрғандығын білесіз, информация бар, жаңбыр жауып жатыр деген. Және осы информацияңыз сіздің мутабиқун лил уақи', яғни сіздің осы бір іліміңіз яғни не да? Ақиқат. Что ол факт. Жаңбыр жауып тұр ма, сыртта жауып тұр. Сіз ол жаңбыр жауып тұрған жоқ еді, бірақ жауып тұр деп білсеңіз, ол өтірік болады. Сөйтіп, не қылсаңыз, ол жоқ, сіздікі информацияңыз, іліміңіз, білесіз. Далада жаңбыр жауып тұрғанын қолмен ұстап, көзбен көрдіңіз. Жарайды. Сізде ілім бар. Енді осы іліміңіз жаңбыр жауып тұрғандығын біліп тұрсыз. Енді сіз бір ініңіз бар, жаңбырды қатты жақсы көреді да. Бірақ ол Таразға кетіп қалған. Сіз өзіңіз Шымкенттесіз. Сөйтіп ол Шымкентке қашан жаңбыр жауады деп жүрген еді. Жаңбыр жаумағалы біраз болған еді. Мысалы ғой енді. Сосын сіз іштей деп жаңағыдай іштей не қыласыз, айтып жатсың, інім болғанда мен жаңбырдың астына шығарып оны ойнататын едім деп кәдімгідей сөйтіп қазір звондап айтайын мен ініме, жаңбырды жауызып жатқандығын айтып бір қуантайын, бірақ әттең сен болмадың ғой деп телефонды алып уже беттеп жатсыз. Бекіндіңіз айтуға. Міне осы іштей бекінуіңіз осы кәләмун нәфси. Бұл жаңағы кәләм сөйлеуден алдыңғы далаға шығып қараған кезіңіздегі ол ілімнен басқа бұл сөйлеуіңіз, ішкі сөзіңіз, жаңбыр жауып тұрғандығын білуіңізден басқа да. Демек білім, әл-илм деген білім деген сипатыңыз басқа, жаңағы сіздің кәләмун нәфси деген нәрсеңіз басқа. Енді демек түсіндік, әл-кәләмун нәфси және ілім деген нәрсе екеуі екі нәрсе екен. Тағы не айтамыз? Сосын тағы бір мысал келтіре кетейік. Мысалы, сөйлей алмайтын адам не дейтін еді? Мылқау дейді ғой, бір мылқау бала, мылқау болып туылған. Мүлдем дауыс шығара алмайды, мүлдем әріптер шығарамайды аузынан. Сол сөйлемейді деп ойлайсыз ба?
Жоқ, ол да сөйлейді. Ол да сөйлейді. Оның сөйлеуі, бірақ сөйлеу деген кезде жаңағы ішкі сөзі бар оның. Іштей сөйлеп, бірақ сол ішіндегі жаңағы мағынаны, ішіндегі жаңағы бір нені, құбылысты ол немен? Қолының ишараттарымен жеткізеді. Сізбен біз оны тіл, жақ, былай ауаның ырғақтарымен, ауаға тербеліс жасаумен жеткізсек, ол қолының ишараттарымен немесе кейде жазып жеткізеді, дұрыс па? Демек, ахрос деген жаңағы мылқау адамды айтады. Ахроста ятакаллам, ол да сөйлейді, фи нафсихи. Және оның сөйлеуі, ол ахростың сөйлеуі бір тілге, араб тіліне, қазақ тіліне, орыс тіліне мұқтаж емес. Ол бір ішіндегі мағынасын әйтеуір бір ишарамен жеткізеді. Демек, біз тағы білеміз осыдан, ішіміздегі мағына, жаңағы ішкі сөз, ол бір тілге мұқтаж емес екен. Түсінікті ме? Тілге мұқтаж емес екен. Мен осыған дейін біз біраз нәрселерді былай біртін аздап болсын түсіндік. Бұл адамдарға қатысты еді. Ал енді біз Аллах тағаланың кәләмі, яғни кәләм деген сөз ғой. Яғни Аллах тағала Мусамен сөйлесті деп айтамыз. Бірақ сөйлесті деген кезде Аллах тағала сөйлеуі, Алланың сөйлеуі дауыспен, әріппен деген сияқты нәрселермен деп айтылмайды. Яғни Алланың сөйлеуі ол дауыс емес. Алланың сөйлеуі әріп емес. Яғни біреулер айтқандай, Алланың дауысын естіді дейді. Аллада дауыс жоқ. Алланың дауысы жоқ. Алла бір дауыс шығаратын бір материалды нәрсе емес. Ол дауыс дегеніміз не ол? Дауыс дегеніміз, жалпы физика тұрғысынан қарайтын болсақ, дауыс бұл өкпеден шыққан ауа, дұрыс па? Өкпеден шыққан ауаны көмекейіміздің мынандай талшықтары болады. Бұны өздеріңіз жаңағы интернетке жазып іздеп зерттесеңіздер болады, орыс тілінде болсын, қазақ тілінде болсын. Сол өкпеден шыққан ауаны көмекейдегі жаңағы бір талшықтар, солар дірілдетіп арқылы және тіл, жақтардың қысып қалу, босатып ашып айту, айын деген кезде мысалы тамақты сәл қысып айту дейміз ғой. Сондай арқылы осылай шығарып не қылу, ауаға тербеліс жасаймыз. Сол ауада тербеліп жаңағы толқын сияқты барып, екінші адамның құлағына барады, соны ми қорытып оқиды. Осы дауыс дегеніміз осы. Және сол дауыс әріптерден, мен әріп бір ішімдегі жаңағы ішкі сөзді не қылу үшін неге мұқтажмын? Әріптер шығаруға мұқтажмын. Мысалы, мұқтажмын дегенде м-ны бірінші айттым, екінші о, сосын қ, сосын т, осындай тәртіппен, реттілікпен. Ал бұл тәртіппен, реттілікпен шықты. Бұл демек бастауы бар және соңы бар деген сөз. Демек бұл жаратылған. Бұл менің сөздерім, және менің дыбыстарым. Ал енді Алланың дыбысы бар деген кезде қалай біз Алла бір материалды дене болу керек, дыбыс шығаратындай, дауыс шығаратындай. Бірақ Аллах тағала материалды бір дене, Құдай сақтасын, ондай емес. Бұл өте маңызды нәрсе, осыны білуіміз керек. Сондықтан біз Алланың Муса алейхиссаламмен сөйлесуін жоққа шығармаймыз, Құдай сақтасын. Біз Аллах тағала Мусамен сөйлесті. Бірақ Аллах тағаланың сөйлеуі ол дауысқа, әріпке мұқтаж емес деп айтамыз. Аллах тағаланың сөйлеуі, сөйлесуі дауысқа, әріптерге, реттіліктерге мұқтаж емес. Демек, Аллах тағаланың кәләмі, ол сипаты, кәләмулла, Алланың кәләмі, ол сифатун, әзәлиятун, қадим,
ғойру махлуқ, жаратылмаған. Енді сол Алланың әзәли кәләм сипаты естіле ма, естілмей ма? Яғни оны адам баласы ести алады ма, ести алмайды ма? Жалпы естілуі мүмкін ба, мүмкін емес па? Осы да ашарилер мен матуридилердің арасында ихтилаф, қарама-қайшылық бар. Имам Ашари мазхабындағы ашарилер айтады жалпы, Аллах тағаланың жаңағы кәләмуллахил қадим, кәләмуллахил әзәли, Алланың мәңгілік болған әзәли кәләмі бар ғой, сөзі, ол естіледі дейді. Бірақ естілуі ешқандай әріпсіз, дауыссыз, әріп дауыс емес, әріп дауыстан тұрмайды. Олай естілуі мүмкін дейді. Ал матуридилер айтады, жоқ. Алланың кәләмуллахил қадим естілуі мүмкін емес. Мустахил ақлан дейді. Ақылда мүмкін емес дейді. Ал енді Муса алейхиссаламмен Муса алейхиссалам сонда не естіді дейміз ғой, деген сұрақ келеді ғой. Сол кезде біз айтамыз, енді матуридилердің несі бойынша жалпы жауап берейік. Имам жалпы матуриди мазхабы айтады, Аллах тағала сол кәләмуллахил қадим, өзінің әзәли мәңгілік ежелден бар сипаты бар ғой, жаңа кәләм деген, сөйлеу деген сипаты. Сол сөйлеу деген сипатына нұсқайтын, сол сөйлеу деген сипатына кәләм ән-нәфси әл-қадим, соған білдіретін, соны соған нұсқайтын, литадулла лиюаббира анха, сол сөзді ағашқа жаратты. Яғни ағашқа дауыс, әріп жаратты Аллах тағала. Сол дауыс, әріп нұсқайды, білдіреді. Дәллун аля кәләмиллахил қадим. Аллах тағаланың жаңа қадим сипатына нұсқайтын әріп дауысты ағашқа жаратты. Сол ағаштан тікелей кім? Муса алейхиссалам естіді. Ағаштан тікелей естіді. Өйткені аяттың несіне қарасақ та жаңағы осы ненің матуридилердің дәлелінің яғни захирун нас матуридилерге қарай жақ. Не деп айтады? Сол ағаштан естіді деп айтады. Енді осы жерде так енді бізде жаңа Құран оқылған кезде, немесе Құранды оқып кітаптан, Құран кітаптары бар ғой бізде қолымыздағы, сол кітаптарды оқып бізде әріп дауыстарды естідік қой. Бізбен Муса алейхиссаламның, демек бізде Алланың кәлимулла болып есептелеміз ғой сонда бізде, деп біреу сұрауы мүмкін ғой. Біз сол кезде оған жауап береміз, жоқ. Не үшін Муса алейхиссалам кәлимулла деп аталды? Яғни Алламен сөйлеуші деп аталды. Ол кісі биля уасита, ешқандай бір дәнекерсіз, ешқандай бір ортада жаңағы бір себепсіз Аллах тағаланың кәләмін естіді. Ол не ол? Яғни Аллах тағала бірден сол ағашқа жаратты дауыс, әріпті. Сол өзінің кәләм қадим сипатына білдіретін, соған нұсқайтын сондай бір сөзді жаратты, әріп пен дауыстан тұратын сол ағашқа, сол ағаштан бірден естіді. Ал біз ше, біздің неміз, біздің жағдайымыз, біз
қаншама биуасаит, қаншама себептермен, қаншама дәнекерлерден кейін, дәнекерлер арқылы естідік. Ол қалай? Ол Аллах тағала жаңа Құранды сол назым күйінде және мағына күйінде, назым деген сол Құранның қазіргі құрылымы, әріптердің, әр сөздердің өз орнында солай құрылымы, сол назым дейді ғой, назым. Сол назымды Аллах тағала жалпы лаухул махфузда жаратты. Ол лаухул махфуздан Жибрил алейхиссалам алып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға не қылды, үйретті, оқытты, жаттатты. Одан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алып оны сахабаларға, сахабалардан кейін табиғиндар ол Құранды көкіректеріне құйып ұғып жаттап сақтап алды да кейінгі ұрпаққа сөйтіп ол қаншама неден кейін ғана бізге келді. Демек біз қаншама ортада дәнекерлер бар. Демек бізде Алланың кәлемі деп аталуымыз керек деп айтылмайды. Біз қаншама дәнекерлер арқылы естідік, ал Муса алейхиссалам ешқандай дәнекерсіз естіді. Ал бұл жерде ағаш ол ешқандай дәнекер емес. Ағаш ол Шейх Хамза Бәкір айтқандай, ол махаллул халқ, Аллах тағаланың кәләмін жаратқан махал, орын, ол жаратқан жер, кәләмін жаратқан мекен. Сол мекеннен сразу мубаширатан, ол уасита, ол дәнекер емес, ол сол Аллах тағаланың несін жаратқан жер. Енді осы нәрселерді біз ұғып алып, және осы нәрсені көп қайталауымыз керек. Көп қайталап ғана біз иншалла бұл нәрсені түсінеміз. Және біз білуіміз керек тағы бір өте маңызды нәрсе. Мысалы біз Аллах тағаланың затын, яғни Алланың өзін біз толық қанды 100% біле алмаймыз. Біздің мынау шектеулі ақылымызбен шексіз нәрсені біле алмаймыз. Сол сияқты Аллах тағаланың құдірет деген сипатын да толық қанды білдіре алмаймыз. Тек қана сол Аллах тағаланың құдіретін біз сол Аллах тағаланың құдіреті арқылы Аллах тағала жаратқан тау, тас, табиғатына, әлемге қарап, осы әлемде Аллах тағаланың құдіретінің әсерін көріп, Аллах тағаланың құдіретінен еткен ұлық екендігін білеміз. Түсінікті ме? Бірақ бұл деген сөз Аллах тағаланың толық құдіретінің ақиқатын, мәхиясын, хақиқасын білеміз деп айта алмаймыз, білмейміз оны. Тағы осы жерде бір айтылатын нәрсе, енді біз айттық қой, Құран бұл Алланың кәләмі дедік. Құран бұл Алланың кәләмі. Бірақ Құран Алланың бүкіл кәләмі емес. Al-Qur'anu kalamullah, walakin laysa al-Qur'anu kulla kalamillah, bal min ba'di kalamihi subhanahu wa ta'ala. Және енді біздің мынау қолымыздағы Құранымыздағы жазылған әріптер, және Құран оқыған кезде адамдардың дауысы, мысалы сізбен біз Құран оқыған кезде дауысымыз, бұның барлығы жаратылған. Бұның барлығы не қылған? Жаратылған. Сол Құран кітаптарымыз, содағы жазылған сиялар, тағы сол парақтар барлығы не қылған? Жаратылған. Және бұл Құран оқылған кездегі адамдардың дауысы, сол Құранды оқып, ол да жаратылған. Бұл жаратылған, бұл жаратылыс, бұл бағана айтқанымыз, бағана мысал келтіргеніміздей, сіздің ішкі сөзіңіз бар ғой. Сол ішкі сөзіңізді сіз сыртқы лебізіңіз, сыртқа шығару арқылы лебізіңізбен осы сыртқа сөйлеп, мысалы мен қазір сіздерге бір сөйлеуден алдын іштей бір сөйлеп алам. Іштей мен сөз айтып алам бірінші. Сосын сол іштей тұрған сөзімді мен мынау тіл, жақ, дауыс, әріптер арқылы жеткізем, білдірем. Мен осы білдіруім бұл жаратылған менің. Өйткені қараңыз, жаратылған деген кезде, жаратылған дедім де тоқтап қалдым. Уже жаратылған деген сөз шығып бітіп қойды. Бар болды, жоқ болып кетті. Бұл жаратылған уже. Көрдіңіз бе? Демек бұл нәрсе сол сияқтына Құран
Құранның да біз оқып жатқан дауыс, әріптер бұлар жаратылған. Бірақ осы Құранның жаңағы бұл Аллах тағаланың жаңағы әзәли, қадим сипатына білдіреді бұл Құран. Ол жаратылмаған. Ол Аллах тағаланың мәңгілік қадим әзәли сипаты дейміз. Ал الكلام اللفظي مثل القرآن اللفظي الذي نقرأه ونتلو الذي هي الحروف والأصوات كلها مخلوقة. أما كلام الله النفسي هو صفة أزلية قديم قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. Осы нәрсені біліп, жаттап алуымыз өте маңызды. Бұл жалпы ақида, тахауи ақидасы, бұл бастапқы деңгейде жатталатын кітаптардың, жатталатын мәтіндердің бірі. Алдыңғы сабақтарда айтқанымыздай. Бұл мәтінді жаттап, бұған дәлелдерін алдағы уақыттарда тереңірек зерттейтін боламыз. Жалпы имам Тахауидің сөзін ары қарай не алайық. Ва иннал Құр'ана, расында Құран кәләмулла, Алланың кәләмі екендігіне біз иман келтіреміз. Минху бада била кайфиятин қаулан, ол Аллах тағала ол Құранды жаңағы түсірді. Аллах тағала бихаза назм, осы бір назмды айттық жаңа. Назм және уаби мағна, және осы мағынамен түсірді. Яғни Құрандағы мысалы бір сөздің орнын ауыстыруға, бір әріптің орнын ауыстыруға болмайды. Орнын ауыстырса назм ауысып кетеді. Бәлкім бұны тағы біз маңызды нәрсе, пайғамбарымыз немесе Жибрил алейхиссалам ешкім Құранның назымына, Құранның құрылымына, құрастыруына ешкім өзгертпеген, ешкім өз сөзінен қоспаған, қоса алмайды да. Түсінікті ме? Яғни Құранда мысалы құл хуаллаху ахад ба, тура осылай Аллах тағала лаухул махфузға осылай жаратты, тура осылай Жибрил алейхиссалам оны алды, тура осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға үйретті, тура осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмметке жеткізді. Ал Құдай сақтасын, мысалы лаухул махфузда Құдай сақтасын да, мысалы енді мысал ретінде келтіріп жатырмын ғой, қулу деп тұрып лаухул махфуз, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны қулу деген көпше түрде тұр ғой, көпше түрде емес құл деп өзгертетін болса, бұл уже бұл бұлай мүмкін емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мүлдем оған кірісе алмайды, өзгерте алмайды. Жибрил алейхиссалам да оны өзгерте алмайды, ешкім оны өзгерте алмайды. Аллах тағала қалай осылай Фатихадан бастап Насқа дейінгі бүкіл реттілікті, әріптің реттілігі бар, сөйлемдердің реттілігі бар, дыбыстардың бір-біріне сәйкестігі бар. Барлығы, осының барлығы назым деп айтады. Яғни құрылымы, сөздердің, әріптердің, дыбыстардың құрылымы барлығы Алладан. Мағынасы да Алладан. Оған ләм ятадаххал ахадун фи назмил Құр'ан деп айтамыз. Аллах тағала ешқандай кейіпсіз не қылды, сөз қылып, ешқандай кейіпсіз Аллах тағала түсірді. Ва анзалаху аля расулихи вахиян, пайғамбарына вахи қылып түсірді Құранды. Ва саддақуху ал-муъминуна аля залика хаққан, мұъминдер иман келтірді сол Құранның Алланың кәләмі екендігіне. Ва айқану аннаху кәләмуллахи та'ала бил хақиқа, және де ол Құранның Алланың кәләмі екендігіне иман келтірді. Тасдиқ, яқин сеніммен сенді. Лайса би махлуқ, жаратылмаған ол Құран. Құран деген кезде жаңағы біз жаңағы әріп дауыстарды емес, бәлкім Аллах тағаланың әзәли қадим сипатын айтып жатыр дейміз. Кәләмил барияти, Аллах тағаланың кәләмі бұл адамдардың сөзі сияқты жаратылған емес. Фәмән самиәху, кімде-кім ол Құранды естіп,
فزعم أنه كلام البشر. сөйтіп сол Құранды Алланың сөзі десе, ол кәпір болды дейді. وقد ذمه الله تعالى. Аллах Тағала ол адамды солай Құран адамның сөз дегеннің соны сөкті, уәаба және оны айыптады, уәауадаху бисақыр, сөйтіп тозақпен қорқытты оны. Аллах Тағала Құранда былай деп айтады: сауслихи сақыр, сақырға саламын дейді оны, тозаққа саламын дейді. фәләммә ауадаллаху бисақыр, мысалы Аллах Тағала ин хаза қаулул башар, мүшриктердің ішінде мынау адамның сөзі ғой, мынау Мұхаммедтің айтып жатқаны бұл адамның сөзі, бұл Құдайдың сөзі емес деді бір адамдар. Осы сөзді айтқан кезде Аллах Тағала сол кәпірдің, сол мүшриктің сөзін Құранда келтіріп, сосын соның артынша осылай деген адамды Аллах Тағала оны тозаққа салам деді. Содан біз білдік, алимна ва яқанна аннаху халиқу қаулу халиқил башар, Алланың бұл, яғни адамды жаратқан Алланың сөзі екендігін, жаратылмағандығын білдік. Уәлә юшбиху қаулил башар, ол кәлам, Алланың Құраны, яғни кәламулла, ол не емес дейді, адамның сөзіне мүлдем ұқсамайды. وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ, кімде-кім Аллах Тағаланы сипаттайтын болса, адамдағы бар мағыналардың бір мағынасымен Аллах Тағалаға да бір мағына беретін болса, фақат кафар, ол кафар. فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا يُعْتَبَرْ, кім осыны білген болса ғибрат алады. وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ, және кәпірлердің сөзінен инзажар, сақтанатын болады. Құран адамның сөзі деген кәпірлердің сөзінен сақтанады дейді. وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى, сөйтіп Аллах Тағала бисифатихи, барлық сипаттарымен Аллах Тағаланың барлық сипаты, оның ішінде кәлам сипаты да бар. Ләйса кәл башар, пенделердікі сияқты жаратылған, пенделердікі сияқты басы бар, соңы бар емес. Біз жаңағы Аллах Тағаланың кәламу нәфсиі бар деген кезде, бұл адамдікі сол Алланың кәламу нәфсиіне ұқсайды деп, ішкі сөзіне ұқсайды деп Құдай сақтасын. Жоқ, біз Аллах Тағаланың құдірет сипатын толық білмеген сияқты, Аллах Тағаланың да кәлам сипатын толық білмейміз. Тек біз білетініміз ол кәлам нәфси, ол Аллах Тағаланың кәламу нәфсиі ешқандай әріптен, дауыстан тұрмайтындығын білеміз. Өйткені дауыс әріптен тұратын болса, ол жаратылған болады. Ал Аллах Тағаланың сипаттары, Аллах Тағаланың кәлам сипаты да жаратылмаған, ол әзәли, ол қадим. Осымен иншалла дәрісімізді аяқтаймыз. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк, ва ахиру дъавана анил хамдулиллахи раббил аламин.